Ассалаумағалейкум достар. Бүгін мен Падеборн деген қалаға келгенмін. Соңғы видеода көрдіңіз ғой, бір неміс кісі менен туды сатып алғысы келіп, сол жігітке келгенбіз. Қазір соны көрсетеміз сізге достар. Мында бір ит бар. Кел. Кел жақынырақ. Қазір көреміз, идея емес пе? Сыйлықты алдыңыз мен. Звонок да бар. Жақынырақ. Звонок. Фамилия жоқ дейді, фамилия тұрған жоқ. Иде ме, иде емес пе білмейміз достар, қазір көреміз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, Сұлтан. Қалыңыз қалай? Сізді қаншама іздеп әйтеуір таба алдым ғой. Сендер қайдан келдіңдер? Сізді іздеп таптыңыз ғой сізді. Достар, мінекей Николай деген жігіт соңғы видеода. Ассалаумағалейкум, жігіттер. Соңғы видеода бұл жігіт менен туды сатып алғысы келді. Сатпайсың ба маған, маған керек? Ені туды ма? Туды ма? Иә. Осы туды сатайын ба? Иә. Қанша ақша бересің? Бұл жігітке енді мен сыйлықты алып келдім. Қазір сізге көрсетемін достар. Рахмат. Алдымен бір тақия. Сыйлық. Бұл енді сыйлық менен емес, бұл сыйлық енді бүкіл Қазақстаннан. Бүкіл Қазақстанның сыйлығы. Сосын тағы бір сыйлық. Иә, тағы бір сыйлық бар. Қазір соны ашып көрейік. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал. Сен сұраған туын мінекей. Специально келдің бе осында? Сол үшін саған келдік қой. Бір жерден. Көп рахмат. Міне достар. Ең үлкен туды сатып алдық. Ең үлкен ағамызға. Көп рахмат. Жарай ма осындай үлкен сен? Жарайды. Үлкен туды сұрадың ғой. Үлкені керек маған. Үлкен гинук. Рахмат. Рахмат па? Рахмат. Өзі қазақша ұмытып келе жатырмын. Рахмат сендерге. Жемлекей қалай? Отандастар. Көп рахмат. Енді ағаны түсінуге болады ғой. Германияда неше жыл тұрасыз? 28. 28 жыл тұрады Германияда. Сақтаңыз. Рахмат. Көп рахмат. Ал Көкшетау аман болыңдар. Денсаулығы мықты болсын. Аман болыңдар. Рахмет.